Сәлем құрметті оқырманым. Кезекте Бақыт банкасы атты техника сіздермен бөлісетін боламын. Арнама міндетті түрде жазылып алыңыздар, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер, қоңыраушаны да басуға ұмытып кетпеңіздер. Бақытты сәттерді банкаға салып қоюды әдетке айналдырыңыз. Ол банкаға өміріңіздегі өзіңізді бақытты сезінген сәтіңізді салып қоя аласыз. Мысалы, сүйіктіңіз сізге қай кезде оған тұрмысқа шығуға ұсыныс жасады, оны сіз қуана қабыл алдыңыз. Соны жазсаңыз болады Бақыт банкасына. Немесе бала-шағаңызбен үйде ештеңкені ойламай, қызықты, өте керемет уақыт өткізгеніңізді де қағазға жазып Бақыт банкасына салып қойсаңыз болады. Сол сезімді қағаз бетіне түсіріп, сол сәтті сезініп алсаңыз болады. Сол сияқты сіздерде ұсақ болса да өзіңіздің бақытты сәттеріңізді стикерларға жазып отырып, бақыт банкаңызды толтырып отырасыз. Бұл психологияда өзіңізді өзіңіз алға жетелеудің техникасы деп аталады. Сол банкаға қараған кезде әрбір жазған бақытты сәттеріңіз есіңізге түсіп, бақытты болатын боласыз. Жазу тіпті қиын болып көрінсе де, міндетті түрде жазуға тырысыңыз. Өзіңіз үшін уақыт бөліп үйреніңіз. Әрқашан бақытты, қуанышты сәттеріңізді қағазға, стикерға жазып, банкаға толтыра беретін боласыз. Көңіл күйіңіз түсіп кеткен кезде, сол банкадағы бақытты сәттеріңізді оқып, өз-өзіңізді қайттан жақсы гармонияға, ресурсты күйге қайттан алып келетін боласыз. Өз-өзіңізді алға жетелейтін боласыз. Көп уақыт стресске, депрессияға кетпейтін боласыз. Бұл бақыт банкасын міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видео ұнаса, ақпарат пайдалы болса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Қоңыраушаны басып, каналыма жазылып алуға ұмытпаңыздар.